Бүгін сіздерге дәмі ерекше болып шығатын чизкейктің жасалу жолын ұсынатын боламын. Бұл чизкейктің аты Сан Себастьян деп аталады. Құрамында ұн жоқ, сондықтан өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, жасалу жолын қарай отырыңыздар. Арналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алдымен творожный немесе сливочный сырды алатын боламыз. Бұл жерде 700 грамм мөлшерінде және де бір келкі массаға келгенге дейін кішкене баяу жылдамдықта миксерлеп аламыз. Алдын ала тоңазытқыштан шығарып қоямыз. 150 грамм қант қосып, баяу жылдамдықта миксерлейміз. Төрт дана жұмыртқаны алдын ала дайындап қоямыз. Егер жұмыртқа кішірек көлемде болатын болса, 5 жұмыртқа қосамыз, ал егер орташа көлемде болса, 4 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаларды бір-бірлеп қосамыз. Біреуін қосқаннан кейін кішкене уақыт баяу жылдамдықта миксерлеп аламыз. Осылайша барлық жұмыртқаларды қосып миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте 30 грамм мөлшерінде кукуруз, яғни жүгері крахмалын қосамыз. Және жарты шай қасық ванильді қант қосамыз. Яғни ванильный сахар. Немесе ванилин қосуға да болады. Тағы да баяу жылдамдықта миксерлеп аламыз. Ең соңында клейгей, яғни сливки 33%, 300 мл қосамыз. Сливки менде осындай, Чудское озеро деп аталады. Сіздер 33% кез келген сливкиді қосуға болады. Тағы да баяу жылдамдықта бірнеше минут бір келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Болды, осымен біздің чизкейкіміздің массасы дайын. Енді кезекте пісіру қалды. Пісіру үшін осындай пергамент қағазын қатты мұжып, осылай мұжып, жұмсақ күйге келтіріп, формаға салатын боламыз ішіне. Шет-шеттерін барлығын жабамыз, себебі шетіндегі кольцоға чизкейк жабысып қалуы мүмкін, сондықтан осыны пергамент қағазына құямыз. Формамыздың диаметрі 20 см. Одан үлкен қылып жібермеңіздер. Үлкен болса, жаңағы чизкейкіңіз өте төмен болады және әдемі көрінбей қалады. 20 см болса, биік көрінеді. Әдемі болып шығады. Осылай бетін тегістеп, тегістегеннен кейін кішкене осылай үстелге ұрып тегістеп аламыз. 210 Цельсий градуста 30 минут көлемінде пісіретін боламыз. Міне піскенін осылай байқауға болады. Беті кішкене қызарып, карамельный түске енеді. Және де кішкене былқылдап тұрады. Чизкейкті бір түнге қоятын боламыз. Кешке дайындап, ертеңгісін осылай формадан шығарып, әбден суығанын күту керек. Енді глазур үшін 50 мл сливкиді микроволновкада ысытып алдым. Және де 50 грамм Қазақстан немесе кез келген темный шоколад қосуға болады. Қосып ертіп аламыз.
яғни сливкиді микроволновкада қатты ысытып аламыз. Сол кезде шоколадымыз ішінде жатып еритін болады. Осылай ергеннен кейін глазурь дайындап алып, біркелкі массаға келтіреміз және де арнайы құюға ыңғайлы ыдысқа құямыз. Чизкейкіміз әбден суыған. Енді кесуге болады. Кескен кезде өте әдемі болып шығады екен. Сыртқы түрі кішкене енді сондай әдемі болмайды, бірақ кескен кезде өте әдемі шығады. Міне көріп отырғандарыңызда, және де текстурасы сондай біркелкі, өте әдемі. Енді шоколад құйып, әртүрлі жеміс-жидектермен жаңағы қосып, немесе вафельная крошка дейді, сондай қосып жеген өте әдемі, дәмді болады. Міндетті түрде бір рет болсын дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.